Танымал қазақстандық әнші Мейрамбек Беспаев ауыр дертке шалдыққан кездегі сезімін бөлісті. Алғашқы бағдарламасына келген әнші жан сырын ақтарып, өмірінің ауыр кезеңін еске алды. Қазір күлеміз-ау. Пенде шын мәнінде кешегі сәтін ұмытып кетеді. Сол кезде Құдайға ғана жалбарындым. Кенесарының жай кезде анау дейміз, мынау дейміз. Басына шын іс түскенде Құдай дейміз дегендей Құдайға жалынамыз ғой. 54 келі болып, 10 метр жүріп тоқтап демалып алатын кездері ғой. Маған қатерлі ісік деді, неше түрліні айтты. Мен Германияға барғанда профессор Блум деген кісі бұл жайы зоп дейді. Мені алдап жатыр деп ойлаймын. Қатерлі ісік болса, қатерлі ісік деп айтыңыздар. Мен алданып отырмайын. Одан да күресейін. Маған олай өтірік айтпаңыздар деймін. Өтірік емес, шын. Енді саған қалай дәлелдейік дейді. Шынымен бәрібір күресемін деп ойладым деп жан сырын ақтарды Мейрамбек Беспаев. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Мейрамбек Беспаевтың анасы әншіге домбыраның түсінде өздігінен қонғанын айтқан болатын. 10 жылға жуық уақыт бұрын Мейрамбек Беспаевтың басына қара бұлт үйірілді. Аса ауыр дертке шалдыққан әнші аз уақытта адам танымастай өзгерді. Бір айда 30 келіден аса салмақ тастап қатты ауырды. Сол шақта ел арасында Музарт тобы тарайды, Мейрамбек сахнаны тастайды екен деген әңгімелер желде есті. Халықтың тілеуінің арқасы шығар, көп ұзамай Мейрамбек құлан тазайғып, тыңдарманымен қайта қауышты. Ауырған кезде өнерге ешқандай құлқым да, зауқым да болмады. Тіпті ән айтқым да келмейді. Басында қандай диагноз екенін білген жоқпыз ғой. Бұдан кейін ән жазамыз ба, жазбаймыз ба, бір Құдай білет деп Арман мен Қалқаманға өтініш жасадық. Әлі есімнен кетпейді. Өзім 10 метр жүрсем тоқтап қаламын, демаламын. Бір айда 30 килограмм тастап, шынында бір үрей пайда болды. Бірақ өз-өзімді қинап жазуым керек деп студияға келіп, әнді әрең айтып шыққаным бар деп еске алады Мейрамбектің өзі. Бұл ретте Мейрамбектің жары Мархабат Беспаева алғаш рет журналистерге сұхбат беріп, әншінің ауыр дертті қалай жеңгенін айтып берді. Ол кезде Кәусарға аяғым ауыр болатын. Мейрамбек арықтай бастады. Елдің бәрі әйелі тастап кетіп қалыпты, сахнаға енді келмейді екен. Ауырды дейді. Оның бәрін айтпай-ақ қояйын деп еске алды Мархабат. Мархабаттың айтуынша, Мейрамбектің аяққа тұрып кетуіне көмектескен оның өз отбасы. Оның сахнаға оралатынына, жазылып кететініне сендім. Оның артында қызы, мен, әке-шешесі бар. Ешқандай күмәнім болған жоқ. Сол сенімнің арқасында ол сахнаға қайта оралды деп сендірді ол. Мархабат Беспаева үнемі гастрольдік сапарда жүретін күйеуін жиі көрмейді. Ол олқылықтың орнын болашақта толтыратынына сенімді. Күнде гастроль болмайды. Құдай қаласа, үйде болады. Бала шағамызбен бірге немере бағып, бақытты боламыз деп елестетемін деп бөлісті Мейрамбек Беспаевтың келіншегі. Мейрамбек Беспаев коронавируспен ауырып, ауруханаға түсті. Әншінің жағдайы туралы айтқан Сәкен Майғазиев халықтан дұға тілеуін өтінді. Мейрамбек Беспаев коронавирус жұқтырып, аурухананың жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Бастапқыда пневмониямен ауырған әншіден кейіннен коронавирус анықталған. Әншінің қысымы көтерілгені белгілі болды. Сәкен Майғазиев жан жолдасының жағдайын баян етіп көпшіліктен көмек сұрады. Қайбір жылы Мейрамбек ауырғанда жалғыз ұлымның тілеуін тілемесем де, Мейрамбектің тілеуін тіледім деп еді бір анамыз. Қазақтың бағына туған баласы Мейрамбек бірнеше күн бұрын коронавирустың жеңіл түрімен ауырып бастап еді. Кеше кешкісін қысымы қатты көтеріліп, жан сақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Аллаға шүкір, бүгін жеке палатаға шықты. Жағдайы қалыпты. Мұсылманның қаруы дұға. Әбіләшімұлы Мейрамбек үшін дұға тілеп қойыңыздаршы. Қазақтың Мейрамбегі, әулетінің тірегі, Музарттың жүрегі жүзге жетсін деп жазды Майғазиев парақшасында. Желі қолданушылар мен Беспаевтың жанкүйерлері, өнер өкілдері ақ тілегін жаудырып дұға етті. Отбасының тірегі, Музарттың жүрегі, қазақтың Мейрамбегі, тез жазылып кетіңіз, Алла шипасын берсін. Алаңдап жатқан ағайынға қуанышты хабар, Мейрамбек ағаның жағдайы қазір жақсарып келді. Аллаға шексіз шүкір. Дұға етіп қойыңыздар ағайын деді Ернар Айдар, кеше жедел жәрдем шақырды. Кенеттен жағдайы нашарлап кетті.
Бірінші пневмония деді, кейін коронавирус диагнозы қойылды деді Музарт тобының директоры Ерлан Жүнісбай. Алла пана болсын деп жазды Роза Әлқожа, Алла шипа берсін деп жазды Мұхамеджан Тазабеков. Алла шипасын берсін, тезірек сауығып халқыңды қуанта бер деді Ақбота Керінбекова. Алла жеңілдік берсін деді Серік Ибрагимов. Тезірек сауығып кетуіне тілектеспін деді жас әнші Ержан Максим. Алла шипа берсін. Тез оралсын деп тіледі Бейбіт Қошқалиев. Алла мың бір шипасын берсін деді дәстүрлі әнші Айгүл Елшібаева. Аллахым шипа берсінші деді Индира Расылхан. Алла шипасын берсін. Аттай шауып кетсін деді журналист Әлия Құдайбергенова.